Бәріңізге сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге өріктен бәліш жасап көрсететін боламын. Соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өте дәмді, өте керемет болып шығады. Ең алдымен ыдысқа ұнды салып аламыз. Және қант ұнтағын қосамыз. Және ванилин қосқыш қосып араластырып аламыз. Содан соң жұмсақ сары майды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұн менен сары майды толықтай араластырып аламыз, құрғақ ұн қалмағанға дейін. Содан соң жұмыртқаны қосып, қамырды илеп аламыз. Қамырды осындай қылып біріктіріп илеп алған соң, өрікті тазалап аламыз. Арасындағы сүйектерін алып тастап, екіге бөліп аламыз. Содан соң қамырдың жартысын формамызға орналастырамыз. Диаметрі 24 сантиметрлік формаға жұқалап орналастырып аламыз. Содан соң өріктерді салып шығамыз. Содан соң өрікке қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Өріктің қышқыл дәмі басым болып кетпес үшін. Содан соң екінші қамырға жарты стакандай ұн сеуіп отырып, түйіршіктеп аламыз, ұсақтап. Енді түйіршік қамырды формамыздың бетіне аударып саламыз. Духовканы алдын ала қыздырып қоямыз. Содан соң 180 градустық духовкада 50 минут қойып пісіріп аламыз. Содан соң бетіне қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Толықтай суыған соң формадан босатып алуға болады. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге және отбасыңыздағыларға ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.